балдарыңды көріп отырсаңдар болады. Жинаған тақтада барлығы шығып тұр, қорытынды. Қаныш технология институтының қандай факультетіне оқуға түседі, Томнан Семейге жетуші жолшыға неше жерден пойыз ауыстыру керек, Әлиманың алғашқы күйеуі Қанафия қалай қаза болады, Имантайдың екінші әйелі қай ауылдың тумасы деген сияқты біз сендермен бірге Сібір шамшырағында оқыған бөлімі арқылы берілген. Міне, Сібір шамшырағында бөлімін оқу бойынша біз осындай нәтиже көрсете алдық. Жарайсыңдар, ең жоғары балл бізде 17 Дамирде. Рахмет, Дамир, жақсы шығарманы оқығандығын білдіріп тұр. Жарайсың. Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаев кім? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа мәдениет саласында тарихта қалдырған еңбектері мол. Шоқан Уәлиханов жазып алған еліге жарым мәтініндегі қазақ оқырмандарына түсініксіз араб, татар сөздерінен тазартып, қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Ғұлама ғалым Ұлытау өңіріндегі басты тарихи, мәдени, археологиялық ескерткіштерді зерттеді. Жезқазған Ұлытау өңірінен көптеген этнографиялық мұраларды жинап, Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері атты еңбегін жазды. Онда Ұлытау өңірі ежелгі металлургия орталығы болуымен қатар қазақ этносының саяси орталығы екені де толық дәлелденген. Қазақ орта мектебінің төменгі және жоғары сынып оқушыларына арналған алгебра оқулығын дайындаған. 1931 жылы басылған Александр Затаевичтің қазақтың 500 ән мен күйі жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының әнші маржаны болып есептелетін 25 әнді өзі орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген. Жоңғар Алатау жотасындағы мұздақ пен шаң, Қаратаудағы Ғанали кен орны рудаларында табылған Сәтбаевит минералы, академик Сәтбаев Гладиолус көлі Қаныш Имантайұлының құрметіне қойылған. Кіші планетаға және көшелерге Сәтбаев атамыздың есімі берілген. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сан қырлы талантын, ақыл-ой парасатын туған халқының мерейін үстем етуге жұмсады. Оның өнегелік өмір жолы баршамызға үлгі. Белгілі қоғам қайраткері Ілияс Омаровтың сөзімен айтсақ, Қаныш қазақ топырағында туып, халқының ыстық ықыласына бөленіп ержетті де, сол халқының даңқын бүкіл әлемге көтерді. Қаныш Сәтбаевтың өмірі және оның еңбектері жайында бейнебаянмен таныстық. Ендеше қазір сіздер отырсыздар топтардан, мысалы Шамшырақ тобы, ғылым және де шәкірт тобы. Мына сендердің оқыған мәліметтерімен және қазіргі бейнебаяннан танысқан мәліметтермен байланыстырып, неліктен біз бүгінгі сабақтан жұмыс жасайтын топтарды осылай атауға жол көрдік? Өз ойларыңды білдіріп кетсеңдер. Топтарға байланысты. Кіммен байланысты? Неліктен осылай алынып отыр? Ал айта ғой. Шәкірт. Себебі бұл жерде Қаныш Сәтбаевтың өзі шәкірт болғандықтан ауырып, өзінің ауылына қайтып оның бір несін өзінің сабағын оқи алмағандықтан алгебра кітабын шығарды. Сол кезде өзінің мектеп ашты ғой несі ауылына. Жақсы, солай ойлаймыз. Жақсы, рахмет балалар. Ал келесі топ Шамшырақ пен ғалым деп неліктен аталды? Менің ойымша себебі Қаныш Сәтбаев ол біздің Қазақстанның геологиялық ескерткіштерін зерттеген ғалым болып табылады. Оның біздің елімізде жасаған көптеген осы еңбектері бар. Сол себепті біздің топта осы Қаныш Сәтбаев атамыздың жасаған еңбектері үшін ғалым деп қойған секілді. Жақсы, рахмет. Топтың атауы, яғни Шамшырақ, бұл медеу сапалы Сәрсекенің өзінде де Қаныш Сәтбаев туралы романында жазылған. Сібір шамшырағында дейтін бөлімі де бар. Яғни бұл жерде Қаныш Сәтбаев ұлы Сібір шамшырағына басқа қалаға оқуға барып, сол жерде қандай қиындықтардан басынан кешкенін сол жайында айтылады. Қаныш Имантайұлы да кәдімгі қазақтың шамшырағы болады ғой. Жақсы, рахмет балалар. Ал ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттарына назар аударайық. Сібір шамшырағында бөлімімен жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз.
қандай оқу мақсаттары? Көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау, және екінші мақсатымыз көркем шығармада көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру. Сабақ бойы біз бойымызға ұлттық құндылықтарды сіңіретін боламыз. Ұлттық құндылықтарды сөзбен, тірек сөздермен қатасақ, бұл қазақи патриотизм, білім, ғылым, салт дәстүр. Міне осы төңірегінде ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың еңбектерімен байланыстыратын боламыз. Ал ендеше топтық жұмысқа назар аударайық балалар. Бірінші топ бізде кейіпкер аймағы әдісімен жұмыс жасайды. Бірінші топ ол ғалым тобы. Мынау дескриптор, әрқайсысын жеке таратып аласыңдар. Пазлды құрастырасыңдар. Топта жанына өзін басшылық жасап, жұмыс қалай жүзеге асыру керек екендігін бағыттайсың оқушыларды. Екінші топ бізге текес-тесімен жұмыс жасайды. Текес-тесімен жұмысты Даниял сендердің топтарың жұмыс жасайды. Және үшінші топ шамшырақ бриллианттар иерархиясы әдісімен жұмыс жасайсыңдар. Текес-тесімен мынау дескриптор неге назар аударасыңдар. Мынау бриллианттар иерархиясы кейіпкер аймағы әдісімен жұмыс жасайтын оқушылар сендер тыңдап алыңдар мұқият. Сібір шамшырағында бөлімінде берілген Қаныштың бейнесін талдаңыз. Сібір шамшырағында кейіпкер бейнесіндегі даралау мен жинақтауды табыңыз. Демек, сипаттамасы, сезімі, мінезі, маңызды әрекетін өмірмен байланыстырасыңдар. Тапсырманы орындауда кейіпкер аймағы әдісін қолданасыңдар. Шамшырағында бөлімі бойынша профессор, оқытушы Василий Иванович Шумиловтың бойында кездесетін барлық оқытушыларға тән қасиеттерді және Шумиловтың өзіне ғана тән қасиеттерді жинақтап, кестесінің екі жағына жазып шығасыңдар. Дескрипторы кейіпкер бойындағы жиынтық қасиеттерді анықтайсыңдар. Кейіпкерге тән дара қасиеттерді анықтайсыңдар. Кейіпкерге тән жиынтық қасиеттерді анықтап, дәлелдер келтіресіңдерге ойды тұжырымдайтын боласыңдар. Мен сендерге тірек сөздер беремін. Тірек сөздерді маңыздылығына қарай төменнен жоғарыға қарай орналастырасыңдар. Ең жоғарғысында сендер үшін ең маңызды деп саналатын қасиетін белгілейсіңдер. Жарай ма? Және де оны дәлелдейсіңдер балалар. Шығармамен дәлелдейсіңдер. Жарай ма? Тапсырманы орындауға 5 минуттан артық уақыт бермеймін. Үшінші топ сендердің дескрипторлары, кейіпкердің маңызды әрекеттерін іріктейсіңдер. Тірек сөздерді маңыздылығына қарай орналастырасыңдар, ойды тұжырымдайсыңдар және туындымен байланыстырасыңдар. Бері назар аударайық балалар. Мынау біздің халқымыздың ұлттық құндылығы домбыра арқылы бал көрсетілген ғой. Қандай балмен бағалайсыңдар бір-біріңді? Соны айтасыңдар. Не үшін бағаладыңдар? Мен мына топтың дескрипторын сендерге берем, сендердің дескрипторды арғы топқа берем, арғы топтың дескрипторын бері берем. Сол дескриптордың қадамына сүйене отырып, дескриптордың әр қадамы бір бал екендігін естен шығармаймыз. Міне домбыраны Даниялдың тобына, домбыраны Гаухардың тобына, шамшырақ тобына және домбыраны жанына сендердің топтарға ғалым тобына ұсындым. Ендеше қай топтан бастаймыз? Ғалым тобы бастайын деп отыр. Кейіпкер образы ол Қаныш қазақтың тұңғыш геологы ғалымы, қазақтың академиясы тұңғыш ашқан адам. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мінезіне келетін болсақ, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев бала кезінен ізденімпаз, білімді, өте сондай еңбекқор, дана, парасатты, қандай жағдай болса да өзінің осы қиыншылықтар болса соны жеңіп шыға білген. Мәселен, оған туберкулез ауруымен шықса да ол да біз келген сынақ, оның басына келген сол сынақты жеңе білген өте ерекше тұлға болып табылады. Сезіміне келетін болсақ, ол ұлтына және еліне деген сүйіспеншілігі, ғылымға деген адалдығы және де ауылына қалаға қайтқысы келмей туған жеріне деген қимастығы мен оның еліне деген сүйіспеншілігін байқаймыз.
Ал сезімі дегенде тұңғышы қайнысаны қызын қимайды ғой. Ол да бір сезім ғой. Отбасына деген сезім, адалдығы, иә? Жақсы. Кейіпкер сипаты жанашыл, білімді, парасатты, мүддеге адал адам. Неге адал? Мүддеге алдына қойған мақсатына адал. Жақсы, иә? Маңызды әрекеті Қазақстанның минералды ресурстарын зерттеп, жезқазған мыс кен орнын ашу, ғылымды дамытуға және қазақ жастарының білімін алуына жағдай жасауын жатқыза. Едіге Батыр жырын қазақ тіліне аударып жазған болатын, және де өзінің алгебра кітабын жазып басып шығарған. Тамаша, жақсы. Өмірмен байланыс Қазақстан ғылым мен білім саласындағы дамуына тікелей ықпал етіп, ел экономикалық көтеруге атсалысты. Азылды жинаймыз. Дауын тобының жасаған жұмысына Шамшырақ тобы дистрикторға сүйене отырып бағалайсыңдар да домбыраның шегін қай балға деп қоясыңдар. Гаухар. Алты балл деген шектік балл қоямыз, себебі бұларда барлық дискрипторға сақталған, және де барлық топтағы оқушылардың барлығы атсалысып отыр, бірге жұмыс істеді, және де кейіпкерлердің өмірмен байланысты маңызды іс-әрекеттерін, осы кейіпкердің образы мен оның сипаттамаларын, көрсеткен сипаттамаларын анық аша алды. Жақсы. Кейіпкер Шумилов мен Медеу Сәрсекенің Сібір шамшырағында шығармасын оқи отырып, Шумиловты әділ әрі мейірімді профессор деп таныдым. Яғни ол үйінде қартайған ата-анасы мен қарындасының бар екеніне қарамастан Сәтпаевты өз үйіне тұрғызды. Бұл кісі тағы өзінің ойлаған қылықтары жайында қауесеттер жүрген, және бұл солай болды. Міне осы Шумиловқа келетін болсақ, ол кісі үйдің иесі, қартайған анасы мен тетелес қарындасына қарап отырған профессор. Оның бойындағы қасиеттерге келетін болсақ, оның бойындағы қасиеттер ғылыми ізденіске құштарлық, өз қаласына деген адалдық. Сонымен қатар Шумилов білімін жас мамандармен бөлісуді және ғылыми қауымдастық дамытуға үлес қосуды мақсат еткен ұстаз. Және Шумиловты тағы да айтатын кететін болсақ, осы Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың Сібір шамшырағындағы несінде Әлемді оқысаңдар болатын неден? Шамадан. Иә, сол неде ол өзінің жағдайына қарамастан, өзінің қарындасына, анасының қарамастан, ол өзінің осы Қаныш Имантайұлы Сәтпаевқа көмектесіп, оның барлық жағдайларын, оған барлық өзінің білген барлығын айтқан болатын. Иә, демек оның бойында да әділдігі, иә? Тағы да қоса айтатын болсақ, осыдан 2 жылдан кейін біздің Қаныш Сәтпаев қайтадан емтиханға барған кезде алгебра пәнінен Шумилов өзінің қаталдығымен бүкіл академияға танымал болған. Сол себепті біздің Қаныш Сәтпаев атамыз өте қобалжыған болатын, және де бірақ оның әділдігі арқасында ол емтиханға сүрінбей өтті, иә? Жақсы. Мен шәкірт тобын 4 балмен бағалаймын. Кейіпкер Шумиловтың дара қасиеттерін сипаттап, бүкіл топ атсалысып отты, және де өздерінің тұжырымдарын айтып жеткізе алды. Жақсы, рахмет. Үшінші топ бізде Шамшырақ. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев 1899 жылы Павлодар облысында шағын ауылда дүниеге келеді. Және де олар көптеген осы болыстардың арасында 15 пен 16 жасар балалар арасында осы оқуға қабылдауды бастайды. Бірақ жекеменшік кітапхана жинаумен шұғылданады. Ол кішкентайынан бастап білімге өте құмар болған, және де оқуға қызығушылығы артады. Домбыра мен гитарада тамаша ойнаған. Және де келесі қазақтың тау туралы Алыбы Мұхтар Әуезовпен бірге осы дос болып, онымен бірге көптеген шығармаларды, жерлерді зерттей бастайды. Затаевичтің қазақтың 500 әні мен күйі жинағында 25 әнді өзі орындап жеткізеді. 1947 жылы Ұлыбританияның әйгілі саясаткері Уинстон Черчиллмен бірге кездеседі. Сосын ол Қазақтың ұлттық академиясының құрылысының бірі болып айналысады. Ең шыңына нені ойдыңдар? Геология ғылымының негізін салушысы. Осыны қойдық па? Неліктен мен дәлелдеңдер ең шыңына осы? Себебі осы Қаныш Сәтпаев осы 10 жасар кезінен бастап мектепке қызыққан, және де ол технология институтының осы кен металлургия саласын таңдайды. Және де дәл осы мамандықты таңдау арқылы ол өзінің алдағы болашақтағы жарқын болашаққа деген ұмтылуындағы ең алғашқы қадамы осы геология ғылымының негізін қалаушысы, және де сол мамандықты таңдауы болды. Шамшырақ тобын бағалай кететін болсам, бұл кісілер осы төрт дистриктор бойынша дұрыс жеткізген, бірақ кейбір оқушылар өз ойын дұрыс жеткізе алмағандықтан, дұрыс тақырып түсінбегендіктен мен шекті балл 4 баллды қоямын. Шекті балл 4 балл ма? Не үшін түсінбеген соң 4 балл қоясың? 1, 2, 3, 4 балл өзі барлығы. Сонда 3 балл
болып отыр екен. Жақсы, өздеріне жазып қоясыңдар балды. Сібір шамшырағында бөлімінде көтерілген мәселелерді талдаңыз. Қазіргі заманмен байланыстырыңыз. Өз ойыңызды білдіріп, мен таныған Қаныш тақырыбында пост жазыңыз. Пост, эссе емес, мақала емес, пост қазіргі таңда трендтегі дүние. Тапсырманы орындауда Padlet комнатасын қолданыңыз. Дискриптор алдарында да бар. Роман-эсседе көтерілген негізгі мәселелерді анықтайды. Роман-эсседе көтерілген негізгі мәселелерді талдайды. Қазіргі заманмен байланыстырады. Өз ойын тұжырымдайды, тақырыпты ашады. Қазіргі таңда мысалы президент Қазақстан халқына жолдауын жасаса, артынша бүкіл зиялы қауым сөйлеген сөзге өз пікірін білдіріп жатады. Міне, осы оқыған шығарма бойынша мен таныған Қаныш тақырыбында сендер де пост жазып пікірлеріңді білдіре қойыңдар. 50 сөзден аспасын. Уақыт 5 минут. Күрделі оқу мақсаты, жалпы сабақ мақсатын талдаған кезде бұл оқу мақсаты бойынша барлық оқушы жұмысты орындай алмайды, негізінен бірақ талпынады. Осы шығармада қандай негізгі мәселелер көтерілді? Кім айтады? Қандай мәселелер бар? Ал мен бала зары тағы. Жақсы, оқу жайы. Құрт ауру, жақсы, тағы. Жазылғасы ден сол кездегі. Қазақтарды сол кезде менсінбе қырғыз деп аттауы. Я, қазаққа деген менсінбеушілік орыстар тарапынан отаршылдық саясатының жүргізілуінің нәтижесінде тағы қандай мәселелер бар? Я, ғылым дамыды ма ол кезге? Дамымаған кезі. Жақсы. Міне, жақсы. Телефон кімге? Аха, бұл кім орындады? Бекжан екеуміз. Бекжан орындады. Міне бірінші жұмыс түсті. Бекжанмен бөлдір бір телефонмен жұмыс жасағандықтан оқып бере қойыңдар. Мен таныған Қаныш. Қаныш мінезі көркем, жайдары, әрдайым қолдау көрсетуге дайын жан. Оны алғаш көргенде оның жанының кеңдігін, жүрегінің жылы екенін байқадым. Тіпті ең қиын сәттерде ол айналасы оптимизммен жарыс сыйлай біледі. Қаншама рет ақыл кеңесімен, қолдауымен көмекке келген кездерін еске алсам, оның өміріндегі орны қаншалықты маңызды екенін түсінемін. Қаныштың табалдырығына шыққандығы көпке балаларды. Ол үнемі өзін дамытып, жаңа білім дағдыларды үйренуден жалықпайды. Өз мақсаттарына жету үшін үлкен еңбек сіңіреді. Ешқашан жарқыз жолда тасып кетпейді. Әр қадамда жауапкершілікті сезініп, шынайылық пен қарапайымдылықты сақтап келеді. Міне, мөлдір екеуміз таныған Қаныш осындай жыл. Тамаша, жақсы. Мен бағаласам, романда көтерілген мәселені анықтады. Қандай мәселені анықтадыңдар сіздер? Не жайында жаздыңдар? Сол өзінің несінің жауабына мәселені былай ашып жазған жоқпыз. Міне, минус болды. Романда көтерілген негізгі мәселені талдадыңдар ма? Жоқ, жалпы пікір айттыңдар. Жаңашылдығын бағаладыңдар ма? Мақұл, оған 1 балл. Ойларыңды тұжырымдадыңдар 1 балл. Сонымен 2 баллға тоқтадық. Жақсы. Келесі жұмыс кім? Міне тағы бір жұмыс түсті. Шығармадағы негізі көтерілген мәселе бұл ғылым мен білімнің қоғамдағы дамытудағы рөлі болып табылады. Яғни бұнда автор қазақтың әйгілі ғалымы Қаныш Сәтбаев өмірін мысалға отырып осы жеке адамның ғылымға қосқан үлесін осы бүкіл Қазақстанға қосқан ғылымдарын білімдерін бізге анық көрсетіп отыр. Қаныш Сәтбаев қазақ ғылымының шынайы символы деп айтсақ та қателеспейміз. Себебі ол жанашыл, ойшыл, қазақтың нағыз патриот адамы деп есептеймін. Және де ол осы Қазақстанның минералды байлығын нақты зерттеп бізге көп зерттеу жұмыстарын ашық көрсеткен болатын. Міне мен таныған Қаныш осындай. Мәселені анықтады, талдады, байланыстырды, жаңашылдығын бағалады, өз ойын айтты, 5 балл. Қазақтың көрнекті ғалымы, геолог және қоғам қайраткері. Ол Қазақстанның геология ғылымының негізін қалаушының бірі болып саналады. Сәтбаевтың еңбектері Қазақстанның пайдалы қазбаларын зерттеуге бағытталады. Ол 1940 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті болып тағайындалады. Сәтбаевтың еңбектері ғылым мен білімнің дамуына үлкен әсер етті. Өмірмен байланысына ғана 2 балл беруге болады. Жаңағы домбыраның несіне. Мына жақтан Гаухар тыңдайын бұл кісімен балалар. Маңызды балалары отанға деген сүйіспеншілік, жазылмас дерт ауру және де студенттерге қолайлы жағдай болмауы. Мәселелерді талдайтын болсам,
студенттерге қолайлы жағдайдың болмауы, оқулықтың аздығы қанышқа да өз әсерін тигізеді. Аудиториялардың суық болуы, студенттердің өкпе аурулары секілді дерттерге шалдығу болады. Аурумен ауырып өз қаласына қайтқан болатын. Қазіргі заманда студенттерге жақсы жағдай жасалған, оқулық жеткілікті, сабақ өтетін кабинеттер мен лекция оқылатын жерлер жылы. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев өте ақылды, білімпаз және оқуға, ғылымға қосқан үлесі көп арқылы біз оның оқуға құштар екенін біле аламыз. Жақсы, демек Гаухар бүкіл дискрессияға қойылған сатыларда байланысты жұмыс жасаған, демек 5 ұпайды алды. Жұмыс жасаған оқу мақсаттарымызға назар аударалық. Бірінші оқу мақсаты бойынша біз кейіпкерлер жүйесін даралап және жинақтау бойынша жұмыс жасадық топта. Жақсы. Екінші оқу мақсаты бойынша көркем шығармада көтерілген мәселелердің жаңашылдығын бағаладық, пост жаздық. Үй тапсырмасы шыбын шамшырағында бөлімін оқисыңдар. Жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану арқылы комикс жасайсыңдар. Өзімізді қазір бағалаймыз да, сабақтың соңында маған балды жазып жібересіңдер. Сабақ бойынша рефлексия жасайық, мұқият тыңдайық. Роман эсседен қандай әсер алдыңыздар? Қазақстанымызды көркейту үшін не істей аласыздар? Қаныш Сәтбаев сіздерден сұрап отыр, ал қандай әсер алдыңыздар және Қазақстанды көркейту үшін не жасай аласыздар? Әсерлер алдық. Себебі бұл жерде сол заманда қазақтардың қандай қиыншылықпен бетпе-бет келгені жайында, Қаныш Сәтбаевқа да қандай қиындықтардың өз өмірінде кездесет жайында айтылады. Сол заманда қиындықтарды жеңу арқылы біз қазіргі заманмен салыстырып арқылы қазақтардың сол заманда қандай қиыншылықтарды басынан кешіргенін біле аламыз. Ал біз қазіргі Қазақстанды дамыту үшін біз әділеттілік пен бейбітшілікке ұмтылуымыз керек. Қазақстандағы көптеген ғылыми салалар әлі де ашылмаған. Оны ашу арқылы, технологияларды дамыту арқылы біз Қазақстанды жаңа дәрежемен сатыға көтере аламыз. Тамаша, жақсы. Ал сабақ аяқталды. Сабаққа қатысқандарың үшін, ізденгендерің үшін мың алғыс. Орындарыңызға сау болыңыздар.